қалайсыздар? Сіздерге бүгін өте керемет тез уақытта дайын болатын карамельді медовиктің рецептімен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бұл медовиктің жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Тортты жасау үшін бізге қажет болады осындай сотейник керек болады. Ең алдымен сотейникке құрғақ шекерімізді саламыз. Және де бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Міндетті емес қатты еріп тұруы. Және де балымызды қосамыз. Барлығын баяу отта ертетін боламын. Ешқандай да водяной емес, отқа осы күйінде өзін сотейниктің өзін қойып ертетін боламыз. Енді жұмыртқамызды алып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқаға ешқандай шекер қосылмайды, өзін миксерлеп алсақ жеткілікті. Мінеке дайындап, миксерлеп дайындап алдым. Міне майымыз, медіміз, шекеріміз барлығы еріп жатыр. Бұл май толық еріп кету керек. Сол кезде барып үстіне содамызды салатын боламыз. Бұл ермей салуға болмайды, барынша ертіп алу керек. Сары май еріді, ешқандай ішінде ерілмей қалмады. Енді үстіне 2 шай қасық соданы саламыз. Аз-аздап бөліп отырып саламыз, өйткені көпіршиді бұл. Міндетті түрде соданы салған кезде осылай араластырып отырыңыздар. Оттың асты баяу тұру керек. Байқасаңыздар, біздің түсі өзгеріп жатыр массамыздың. Жақсылап араластырамыз, өйткені соданың қышқыл дәмі шығу мүмкін, сондықтан барынша араластыру керек. Осындай карамель түсті болған кезде оттың астын өшіреміз. Уже біздің массамыз дайын деген сөз. Міне массамыз дайын. Бұл массаны суытамыз, өйткені жұмыртқаның үстіне құйған кезде жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан барынша суытып барып құямыз. Массамыз суыды. Енді аз-аздан жұмыртқаның үстіне құйып отырып, бір-біріне біріктіреміз. Карамельдің түсі осындай карамель түсті болу керек, массамыздың түсі. Карамельный цвет шығу керек. Аз-аздан араластырып отырамыз осылай. Екі массаны осылай бір-біріне біріктіреміз. Жұмыртқаны міндетті түрде миксерлеп алу керек, өйткені біріктірген кезде екі масса бір-біріне дұрыс бірікпей қалады. Сол үшін барынша жақсылап көпіртіп миксерлеп алған дұрыс. Бұл енді өте керемет торт шығады. Карамельный немесе минутка медовик десеңіздер де болады. Енді үстіне ұн қосып, өзімізге керекті массамызды дайындаймыз. Ұнды да аз-аздан қосып отырамыз.
біздің массамыз дайын болды. Массаның сұйықтығын қараңыздар. Қатты сұйық та емес, қатты қою да емес. Әдемі осындай тесто шықты міне. Енді осыны үшке бөлемін. Бірдей етіп, үш қағазымызды алдын ала дайындап аламыз. Соған теңдей етіп, бөліп құйып шығамын. Бірдей етіп салып алдым. Енді спатуламен жақсылап пергамент қағазына жазып шығамын. Өздеріңіз керек формада істесеңіздер болады. Мен төртбұрышты формасында пісірем. Барынша төртбұрышты етіп жаюға тырысамын. Осылай барлығын формаға келтіріп жазып алдым. Енді қызып тұрған пеште бір 7-8 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. 180 градус аралығында 7-8 минут аралығында пісіреміз. Өйткені өте тез піседі бұл медовик. Тортымыздың кремін жасаймыз. Бізге қажет болады салқын сливки. Және де қаймақ, сгущенка қажет болады. Барлығын бір ыдысқа құямын. Сливкеміз салқын болу керек, сонда миксерлегенде жақсы шығады. Мен қант қоспаймын. Егер тәтті қосам десеңіздер, аздап сахарный пудра немесе шекер салып жіберсеңіздер болады. Енді жақсылап миксерлеймін. Креміміз дайын болды. Осындай нежный пломбир крем шығады бізде. Бұны морозильникке немесе холодильникке қойып қоямыз. Коржықтарымыз суып дайын болғанша. Корждарымыз суыда. Енді осылай шетін тегістеп кесіп аламыз. Бізге бұл кесіп алғандарымыз крошка жасауымызға қажет болады. Міне, енді кремімізді жағамыз. Міне, ыдысымызға жайғастырды. Енді жаңағы дайындаған кремімізді үстіне жағатын боламыз. Осылай шектеріне де крошка жағамыз ғой. Бізге сол үшін кремді шектеріне де аздап жағу керек. Сонда барлық бөлігі кремге сіңіп тұрады. Тура осыны 5 немесе 6 бөлікке бөліп, домалақ түрінде де жасасаңыздар болады. Өздеріңіздің қалаған формаларыңызды жасай берсеңіздер болады. Немесе кішірейтіп, бұдан да кішілеу жасайым деп төртбұрышты ғып, 4 немесе 5 қып бөліп жасасаңыздар болады. Енді үстіне крошканы себеміз. Крошканы мен блендерден езіп алдым. Осы тортымызға чинаймыз. Менің каналымда хит медовиктің рецепті бар. Алдыңғы видеоларды көріп шықсаңыздар, оның да жасалуы өте тез, әрі өте дәмді медовик торт. Бұйыртса, алдағы уақытта классикалық медовик торттың рецептімен бөлісетін боламын. Осылай крошканы барлық бөлігіне жағып шығамыз.
Мінекей тортымыз дайын болды. Енді сіңдіруге 1-2 сағатқа холодильникке қоятын боламыз.